Саламатсыздар ма? Біз бүгін қысқаша көбейту формуласына берілген есептерді шығарып үйренеміз. Мен бүгін бір амалдарды орындауға мысал келтіргім келіп отыр. Сол бойынша есептерді шығарып көрейік. Бірінші есеп -3-тің 2 дәрежесі қосамын 2-нің 3 дәрежесіне тең болады. Енді біздерде таңбалар ережесі деген бар есепте. Математикада, яғни дәрежесі жұп болған жағдайда бізде теріс санның дәрежесі, яғни оң сан шығады. Сонда мына жерге жазып көрсетейін. -3, мен көбейту -3, яғни 2 дәрежесі деген -3-ті 2 рет өз-өзіне көбейтем деген сөз. Сонда 3-ті 3 көбейтем 9, 2 теріс таңба бізде 10 дәрежені береді. Сонда ол 9-ға тең болады. Онда -3-тен 2 дәрежесі 9 қосылған 2-нің 3 дәрежесі 2 көбейту 2 көбейту 2 деген. Яғни 8 болады. 9 қосу 8, ол бізде тең болады. 9-ға 8-ді қосамыз, 17 деген сан шығады. Екінші мысал 0,7-ні ден азайтамыз 1,3-тің 2 дәрежесін. 0,7-ні өзін жазам, өйткені бізде ешқандай дәрежесі көрсетілмеген. Азайтамын 1,3-тің 2 дәрежесі бізде 1,169 болады. Тең болады. Енді 0,7-тен 1,169 азайтамыз. Оны қалай азайтамыз? Мына жағына көрсетейін сіздерге қалай азайту керек екен. Бірден калькулятормен есептеуге болады, бірақ мен сіздерге жазбашада көрсеткім келіп отыр. 0,7 азайтамыз 1,169 ғой, так былай көрсетейін сіздерге. Бізде 0,7 емес 1,169 үлкен болады. Сондықтан бірінші 1,169 жазамын, азайтамын. Үтірдің астына үтір келу керек бізде. 0,7. Жетпей жерге тұрған жеріне біз 0 деген санды тіркеп азайтатын боламыз. 9-дан 0 алам, 9. 6, мұнан 1 сұрайым, сонда 16-дан 7-ні азайтам, 9. Мынаяқта 1 сұрағанда 0 болып қалды, 0-ден 0-ді азайтам, 0. Мұнда 0,199. Яғни -0,199 болады. Өйткені үлкен санның алдындағы таңба бізде мына жерде минус болып тұр, сондықтан минусты қоям, -0,199-ға тең болады екен. Келесі үшінші мысалымыз. Енді тап осы мысал, бірақ жақша күйінде берілген. Екеуінің айырмашылығы қандай бізде? Яғни мынау жақшада тұр, мынау жақсасыз тұр. Егер жақшамен болған болса, ол бізде уже формула болып есептеледі. Яғни 0,7 дегеніміз А, 1,3 дегеніміз Б. Яғни А минус Б-ның квадраты. Яғни А минус Б-ның квадраты бізде А квадрат минус 2А плюс Б-ның квадраты болға тең болады. Сонда бірінші 0,7-ның квадраты минус мына екінші дәрежені алдына жазамыз, және А мен Б-ның көбейтіндісі 0,7 көбейтем 1,3. Формула бойынша келесі таңба плюс, яғни Б-ның квадраты. Б дегеніміз бізде 1,3. 1,3-тің квадраты. Тең болады. Енді есептейміз. Тең болады. 0,7-ның квадраты бізде 0,149. Азайтам. 2-ні 0,7-ге көбейтем 1,4. 1,4-ті 1,3-ке көбейтем. 12, 4, 4, 1, 1,182-ге тең. Қосамын 1,3-тің квадраты 1,169. Енді барлығын осыларды есептеп қосамыз. 1,182-ден бірінші 0,149 азайтып аламын. Қазір азайтып алайын. 1,133 болады. Соған қосамыз. Яғни 0,149-дан бірінші 1,182-ні азайтып аламыз. Яғни үлкен сандан кіші санды азайтамыз. Енді минус бізде 1,133 қосасың 1,169-ға. Яғни қосып алдық қой жағын, енді жазамыз. Тең болады
1,69-дан азайтам 1,33-ті. Минус пен плюс бізде ережелер, таңбалау ережесі бойынша теріс санды береді. Минусын жазып қоям. Енді 1,69-дан 1,33 азайтам. Яғни 0,36-ға тең болады екен. Келесі төртінші есебіміз. Яғни біз қандай есептер шығарып жатырмыз? Қысқаша көбейту формуласына берілген есептерді шығарып жатырмыз. Келесі минус 5 плюс 0,2-ның 2 дәрежесі. Есептейміз. Яғни а плюс б-ның квадраты. Бізде минус 5-дің 2 дәрежесі. Алдында минус болғаннан кейін біз оны жақшаға алып жазамыз. Минус б-ның 5-дің 2 дәрежесі. Қосамыз, 2-ні жазамыз, көбейтеміз. Яғни 2 ол жердегі дәрежесін алдына түсіреміз. Енді келесі а-ның орнында бізде минус 5 тұр. Көбейтем, бұның орнында 0,2 тұр. 0,2 плюс, яғни а плюс б-ның квадраты бізде а квадрат плюс 2а плюс б-ның квадраты. Сол осы формуланың орнына қойып атымыз. 0,2 келесі 0,2-ның квадраты. Яғни 2 дәрежесі тең болады. Есептейміз. Минус 5-дің 2 дәрежесі, жаңа басында, есептің басында айтып кеттім. Дәрежесі жұп болған жағдайда біз есептің шешімінде оң санды береді. Сонда минус 5-дің 2 дәрежесі бізде 25-ке тең. Таңбасына жазбай тұрамыз, есептеп аламыз бірінші. 2-ні минус 5-ке көбейтем. Яғни біреуі оң сан, біреуі теріс сан. Бізде минус пен плюс, ол бізде теріс санды береді. Сонда 2-ні 5-ке көбейтем 10, яғни минус 10. Минус 10. Көбейтем 0,2. Тағы да теріс сан мен оң санды көбейтем. Теріс сан болады. Минус 10-ды 0,2-ке көбейтем. Яғни 10-ды 2-ке көбейтіп алам. 20. Бір саннан үтір айырам. Өйткені үтірден бір сан. 2. Минус 2. Енді мына жерден бізде осы өрнектің өзінен бізде минус 2 деген сан шығып тұр. Нәтижесі минус 2 тең. Енді мына формула бойынша бұл жерде плюс, яғни плюс пен минус бізде тағы да нені береді? Минусты береді. Сонда минус 2 қосамыз, келесі 0,2-ның 2 дәрежесі 0,4-ке тең. Тең болады. Есептейік. 25-тен 2 алам. 23. 23-ке қосамын 0,4-ті. 23,4-ке тең болады. Келесі, енді тап осы мысал жақшасыз. Қалай орындаймыз? Оны сол күйінде жазамыз. Минус 5 қосамын 0,2-ның 2 дәрежесі 0,4-ке. Енді минуста плюс, ол бізде минусты береді. Енді үлкен сан бізде 5 қой. 5-тен 0,4-ті азайтамын. Қалай азайтамыз міне? Тағы да көрсетіп жіберейін сіздерге. Қалай азайту керек екен? Балдар калькуляторға сенбейміз. Осылай өзіміз черновикке жазып есептеуді үйренейік. 5-тен мен жауабын біліп отырмын, сіздерге түсінікті болу үшін жазып отырмын. 5 бүтін деген сөз, яғни азайтамын 0,4. Яғни мына жерге не қоямыз? 2 0 қоямыз, есептейміз. 1-ді қоям, 10-нан 4 алам, 6. Яғни мына жерде 0-дің біреуін сұрап алдық, значит орай 9 бар. 9-дан 0 алам, 9. Мына жерден тағы да біреуін қарызға сұрадық, 4. 4-тен 0-ді алам, 4. Сонда 4,96, яғни минус 4,96-ға тең болады екен. Міне балдар, сіздерге ұнаған болса, алдағы уақытта осындай мысалдар, есептерді көптеп шығарып отырамын. Өздеріңізге қажет болса, менің каналыма кіріп, тіркеліп кетулеріңізді сұраймын.